Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір жолы өзінің жақын туыстарын жасап үндеу жасайды. Ол кезде ол былай деп айтады: барлық мақтау Аллаға тән, одан жәрдем тілейміз, оған иман келтіреміз және оған ғана тәуекел етеміз. Жалғыз Алладан басқа құлшылыққа лайық ешбір тәңір жоқ және оның ешқандай серігі жоқ екеніне куәлік етеміз деп. Уа Абдул-Мутталиб ұрпақтары, менен бұрын өз қауымына мен сендерге алып келгеннен де артық хабар жеткізген бірде-бір адам білмеймін деп өзінің пайғамбар екенін жариялап, адамдарды Алланың дініне шақыра бастайды. Бұл пайғамбарлықтың осылай ашық түрде жарияланған сәт еді. Бұл жолы да Абу Лахаб ашуланып тұрып былай дейді: Абдул-Мутталиб ұрпақтары, бұл шақырудың соңы жақсылыққа апармайды. Басқалар оған қарсы шықпай тұрып, өзіміз осыны тоқтатайық. Әйтпесе оның дінін қабылдап, өздерін дінін қабылдап қорлыққа араласыңдар дейді. Ал қалған туысқандары дәл Абу Лахабтай қатты қарсылық танытпайды.